Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын және де тойымды болатын етті бәліш дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, видеоны аяғына дейін қараңыздар. Бұл жерде тестасы песочный болып келеді. Өте күшті болып шығады. Ол үшін біз ұнымызға тұзымызды, разрыхителімізді салып, және де бөлме температурасында тұрған маргарин немесе сармайымызды салып, үгітілмелі теста дайындап аламыз. Міне достар, осы видеодағыдай үгітілмелі тестаңызды дайындап алғаннан кейін барып, оның үстіне қаймағымызды саламыз. Егер де сізде қаймақ болмаса, қаймақтың орнына айранды ауыстырсаңыздар болады. Дәл мендегі қаймақтың пайызы 20% қаймақ. Осы жерде қаймақпен жақсылап қамырымызды иілеп алатын боламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Дайын болған қамырымызды екіге бөлеміз. Бір бөлігін үлкен бөлік, екінші бөлігін кішірек бөлікке бөліп аламыз. Ең алдымен үлкен бөлігін жаямыз. Келесі кіші бөлігін жайып аламыз. Мен тесталарымды осы видеодағыдай бір-біріне сәйкестендіріп алдым. Енді дайын болған тесталарымыздың үстіне салмаларын салып шығамыз. Мен осындай пюре пайдаландым, және де тартылған етімізді қуырып пайдаландым. Ал егер сіздер қуырмай пайдалансаңыздар да болады. Шекі тартылған ет және де шекі картоп пайдалансаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша ішіндегі салмаларын өзгерте берсеңіздер болады. Капустамен өзгертсеңіздер де болады. Кіші бөлік қамырымызды алып, салмамыздың үстіне қойып, пирогымызды дәл видеодағыдай әдемілеп түйіп алатын боламыз. Дайын болған пирогымыздың үстін осылай тесіп шығамыз. Тесіп шықпасаңыздар, пирогтарыңыз ісіп кетуі мүмкін. Пирогымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Барлық жеріне бірдей қылып тигізіп шығыңыздар. Жұмыртқамызды толықтай жағып болғаннан кейін шаншығымызды алып, пирогымыздың үстінен осы видеодағыдай жүргізіп шығасыздар. Дайын болған пирогымызды печкамызға салып, беті қызарғанша пісіріп аламыз. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесі видеолар сіздерге бірінші болып көрінетін болады.